Жақсы жар. Әңгіме. Авторы Мұрат Кенжебаев. Әке, сен жас болмадың ба? Сен арақ ішіп боқтанып анама ұрысқанда артық кеткен жерің болмады ма? Деп басын салбыратып төмен қарап шұқшиып отырған баласына Мұқан сын көзбен бажайлай қарап, сен біреуге сөйлейтін болсаң, бір нәрсе сұрар болсаң, тіпті ол адам әкең болса да, көзіне тура қарап, ең болмаса басыңды көтеріп отырып сөйлесеңші. Бір жеріңе қарап отырып, мұрныңның астынан міңгірлейсің. Айтасың ба? Айт. Еркексің ғой, бүлдірсең, мойныңмен көтер. Есің ауып ішіп келердей не басыңа күн туып жүр? Иә, уақытша жұмыссызсың. Отан аштан өліп жатқан сен бар ма? Әлде келін бірдеңе деп күңілдей ме? Деп Мұқан бүгін көптен көңілі толмай жүрген ортаншы ұлымен ашық сөйлесуге отырды. Әкесінің сөзін бұрын бөліп көрмеген жасы 26-ға енді келген Сәбит, келін бірдеңе деп жүрме дегенде, қой жоқ әке, ол да сол менің ішпегенімді жақсы көреді. Кешегі ұрысымызда содан басталған деп, 2 күн бұрынғы оқиғаны еске салды. Үйленгеніне 2 жылдай болып қалған Сәбит, жеке өндірістік мекемеде күзетші болып вахталық әдіспен жұмыс жасаған. Сол мекемесі биыл тендерден жеңіліп, 12 жігіт түгел қысқаруға ұшырап қалды. Соның әсері бар. Келіншегінің түскеніне 2 жылдай болса да, бала көтермей жүргені ойлантама, әйтеуір бұның аузы арақтан кеппейтін болды. Иә, бұрында вахтадан келгенде епте бұрттайтыны бар еді, енді жұмыссыз қалғалы үдетті. Бұрын ішсе де көп көзге түспейтін, енді үйде де айқай-шу шығаратын жағдайға жетті. Сол, кешеде көшеден ішіп келіп, тағы ішіп келдің бе деп реніш білдірген келіншегін сабап алды. Ол біразға дейін үнсіз бөлмесінде жылап отырды да, кешке таман атасы келерден бұрын кетіп қалды. Осы ауылда туған нағашы апасы тұрады, соған кетті ме, болмаса күйеуге шыққан бөлесі бар, соған кетті ме, белгісіз. Мұқан келіннің таяқ жеп кеткенін білмейді. Білсе Сәбитті аямасы анық. Сәбиттің анасы да үн-түнсіз жауып қоя салған. Күйеуінің мінезін біледі. Келіннің жазықсыз таяқ жегенін естісе, баласына оңай болмайтыны белгілі. Біз жас болмады дейсің бе? Болдық. Кеңес өкіметінде әскерге кеттік, келгенде кеңес өкіметі жоқ. Біздің үкімет қалыптаспаған. Айлық жоқ, ақшаның құны жоқ, азық-түлік жоқтың қасы. Адамдар ала-қапшық, арқалап базаршы болып кетті. Еркектер жағы ащы суға дейін қойып, әртүрлі жасанды арақтан улану көп болды. Халық енді не болады деген үреймен қалды. Біздің бала күнімізден көргеніміз көрген түстей ғайып болды. Кім қалай күн көрсе, солай тірлік жасап кетті. Сол, ұлы өзгеріс пен былықтың арасында біздер өмір сүруге тырыстық. Қайтсек те өмірдің ағысынан қалмауға жүгірдік. Табылған жұмыстан бас тартпай күн көруге әрекет жасадық. Менің кейбір замандастарым сол тоқыраудың құрбаны болып араққа байланып, өмірінің соңы өкінішке соқтырды. Небір мен деген азамат нар жігіттер, өнерлі жігіттер сол арақтың кесірінен өмірлерін зая қылып алды. Абайламай мастықпен оқыс қылық жасап алып бармақтарын тістеді. Жоқшылық, қымбатшылық, жаппай депрессиялық жағдайда біздер үйленіп, үй болып өмірге ұрпақ әкелдік. Қайтсек те тіршілік үзілмеу керек болды. Үзбеуге тырыстық. Дәл қазіргідей сән салтанатсыз, от шашусыз, әркім қолда барымен той жасады. Мен мына шешеңмен мектеп кезінен кездесіп сырласып жүрдім. Әскерге кеттім, 2 жыл күтті. Келгесін үйленіп отау құрдық. Өмірге үлкен ағаң келді. Менен кейінгі көкең үйленер жасқа жеткенде, шешең саған жүкті кезінде марқұм, ата-әжең енді өз күндеріңді өздерің көрің деп бөлек шығарды. Осы айналадағы көршілердің көбі сол тұста бөлек шығып баспана салды. Әркім өзінше қыбырлап кішкене сарайшықтар салдық. Бұл айналада кілең бөлек шыққан жас отбасылар болғасын, біздің көшені жұрт әзілдеп атадан безген ауыл дейтін. Иә, мен де арақ ішпедім емес, іштім. Менің де құрдас, дос жарандарым бар, жұмыстастарым бар, сондайда ептеп ішіп қоятыным бар еді. Байқамай шешеңе тілім мен қолым тиіп кеткен кезі болды. Мас болмаушы едім, мас болатын күйге жетіппін. Әрине бұл жерде сол кездегі проблемалар өз үлесін қосады. Үй салып жатырмын, құрылыс материалынан тек карьердің тасы ғана бар. Цемент жоқ, тақтай жоқ, тіпті шегенің өзі проблема. Ескі қисық шегелерді түзетіп пайдаландық.
Жұмыстан келген соң 2-3 сағат осы үйге міндетті түрде бірдеңе жасайсың. Тас қалайсың, майлайсың, қолдайсың. Жұмыстан келдім деп жатып қалу жоқ еді. Соның бәрін ойлау, іздеу, табу миға әсер етті ме білмеймін. Ашумен шешеңе қолым тиіп кетті. Өмірінде ондайды көрмеген 14-15 жасына мені жақсы көрген соңнан, маған әйел болып бірінші перзентін тым ауыр халде босанған әйел, екінші балаға аяғы ауыр әйелге бұл оңай болмады. Бірақ, білесің бе? Түсінесің бе? Шешең ашуланып кетіп қалған жоқ. Әрине ашуланды, бірақ төркініне кеткен жоқ. Ол вокзалға роял шөлмектерге құйып, шәй сатуға кетті. Иә, шәй сатуға кетті. Ол кезде вокзалдың перронында құжынаған халық, шәй, су, ашыған көже, картошка қуырдақ сататын. Менің 2-3 ай кешіккен айлығыма үй салуға материал алсақ, шешеңнің тапқан 5-10 теңгесіне бірде май алсақ, бірде шәй алдық. Міне, менің қылығыма ашуланса да менің балама, маған азық болсын деп, мен салып жатқан үйге көмек болсын деп сауда жасады. Айлық алғанда осы шешеңнің айтатыны, ата-енемнің шәй суы қалай екен? Оны алып берейік. Оны артық етпейді ғой. Болатын. Бізді бөлек шығарып жіберді. Біз өз күнімізді өзіміз көрейік, өз ақшамызды өзіміз сауайық демедік. Сондай аш құрсақтау, жетер-жетпес жағдайда жүрсек те құрдастармен арасында отырыспақ ұйымдастырып, туған күн тойлап дегендей вечер жасайтынбыз. Мына менің құрдасым Жомарт, папаңды білесің, уақытында тәуір ішетін. Қазір ғой намаз оқып, имам боп жүргені. Арақ ішсе аузына келгенді құсып, боғауыздың түрін айтатын. Дымымызды қалдырмай боқтай беретін. Соның туған күні болып соған бардық. Дастарханға отырғаннан айтқаны 5 шөлмек рояль әкеліп қойдым. Сол таусылмай кетпейсіңдер. Бәріңді мас қылмай қайтармаймын. Өлсеңдер өзім көміп қатындарыңды өзім алып, өзім бағам деп құтырды. Содан туған күнді бастап, аз-аздан жұқалап ше бастадық. Мына шешең, ертең жұмысым бар. Ана кішкентай бөлмені штукатуркілеп бітірем дегенсің, тартыңқырап іш, деп сыбыр ете қалды. Жомарт көк соққанда аңтып отыр екен, шап ете қалды. Шешеңді боқтап алды да, «Әй, сен қатын, сенен басқа ешкім байына қақпақ болып отырған жоқ. Жұрттың қатындар сияқты жөніңе неге тыныш отырмайсың?» деді. Өзің білесің, біздің құрдастарымыз арасында сөз бостандығы берілген. Қиындықта тастамайтын, бір-біріне айтпай, бір асым ет жемейтін, құшақтасып көрсетін кісілер өзара әзіл-қалжың мен боқтыққа көп мән бермейді. Міне, сол кезде мына шешең, жұрттың қатынында шаруам жоқ. Менде бай біреу, өз байым өзіме қымбат. 15 жасымнан ғашық болғанда, арақтан өлетін адамға ғашық болайын, немесе жастай жесір қалайын дегем жоқ. Роялдан қанша адам өліп жатқанын естіп жатырсыңдар, сондықтан өздерің біліңдер. Ал мен байымды өлімге қимаймын демесі бар ма? Бәрі үнсіз. Дастархан басында өлі тыныштық. Сол күннен бастап біреу-біреуді араққа қыстамайтын болды, ал мен ішпейтін болдым. Содан 4 ай өткен соң, сен дүниеге келдің. Бізде бәрі жақсы бола бастады. Ал сен өміріңді қалай өрбітесің, өзің біл. Келінді жақсы көрсең, өзің барып кешірім сұрап алып келерсің. Егер сен ренжітіп соған кетіп қалған болса, сен баруың міндет. Ал жоқ, осылай бір келіп, бір кетіп жүрем десеңдер, балалы болмай тұрғанда қоя қойыңдар. Сендер әлі қалай болып кетер осылар? Семья бола ала ма деп Құдайда бала бермей жүрген шығар. Үй болам, әке атанам, жақсы жар болам десең де, жоқ, арақ ішіп, абыройымды шашып, көрінген жерде көтімді ашып, қатарымның қоры болып, ағайынның соры болам десең де, бәрі өз қолыңда, деп сөзін аяқтады. Қолындағы киімді тігіп күйеуінің сөзін бөлместен тыңдап отырған Шұғыла, балам, біреудің мәпелеп өсірген қызын жар етем деп таңдап алған екенсің, енді соны мойныңмен көтер. Көтер алмайтын, бор кемік, қуыс кеуде болсаң жібере сал. Оны жақсы көрсең, жүрегіңдегі махаббат деген жылуды жоғалтпа. Махаббатсыз өмір бос, махаббатсыз жаның да бос, ал бос жерге шайтан үймелемейді. Сондықтан балам, мына мен осы итті жанымды қинап тууға болмайды дегенді тыңдамай, неге өмірге әкелдім деп өкінбесін десең, адам бол. Сен дұрысталып адам болу жолында жүрсең, жұмыста табылады, ол қызың да болады, деп тігіп отырған киімін екінші жағын аударды. Сәбит, әке, кешіріңіз, сіздерді ренжітсем кешіріңіз деп орнынан тұрып кетті. Әке мен шеше сәл үнсіз отырып қалып еді, Шұғыланың телефоны шыр етті. Амансыңдар ма? Шүкір, жақсымыз. Әкең үйде, жаңа Сәбитпен сөйлесіп болып отыр. Жоқ, қажет емес.
бәріміз жабылып, миын су қылып жіберерміз. Иә, келсеңдер келе қойың. Балаларды ала келіңдер. Әкелеріңнің мұрны қышып отыр, соларды көп болды иіскемедім деп. Енді ол саған кеше болғанымен бізге жылдай көрінеді емес пе? Иә, жақсы. Өздеріңнен ауысып жатса қарарсыңдар. Сау бол балам, шешең жаман бала тумайды ғой, рахмет. Көсеген көгерсін деп, әлсіз күліп телефонды қоя салды. Ой, шіркін-ай. Менен жаман бала тумайды ғой деп бұның шіренуін. Балаң айлық алған ба? Тіпті кәдімгідей шірендің ғой деп, Мұқан кеңкілдей күліп әйеліне қарады. Жоқ, келіннің сияқысы дейме сондай бірдеңе. Соған маған бір сыйлығы бар. Сосын өзімнен жұққан, әдет бізге бір жілік ет алған, келіннің жоқ екенін біледі. Соны келіп асып бермекші. Біз жетімсіреп қалмасын дегені шығар. Жігіттің жақсы болмаған нағашыдан дегендей, ұлдарым шүкір жақсы ғой, деп жымиып күйеуіне қарады. Осы кезде шыттай киініп бөлмесінен шыққан Сәбит, мен айлан алып келейін. Енді арақтатып алмаймын деп уәде бердім. Жаңа телефонмен сөйлестім. Келгісі келеді, деп үйден асығыс шықты. Соңы. Әңгімедегі адам аттары ойдан шығарылған. Сәйкес келіп жатса, кездейсоқтық деп қабылдансын. Мұрат Кенжебаев.